тыныштық сақтауларыңыз сұралады. Қойылым соңында марапаттау рәсіміне қалуларыңызды сұраймыз. Мен сені неге шақырдым? Білмедім, бәке. Білмесең айтайын. Бүгін маған бір жігіттер жолықты. Аты Рахымжан. Фамилиясын өзің анықтап алғайсың. Әне, сол жігіт Рейхстагқа туып кетті. Понимаешь? Сен түсініп тұрсың ба? Аға, түсініп тұрмын. Өтірік айтпа. Сен түсініп тұрған жоқсың. Білсең, неге жазбағансың? Неге жазбағансың да? Сен кімсің өзің? Мамандығыңды айтасыз ба? Басқа не сұрақ тұр дейсің? Енді оны өзіңіз де білесіз ғой. Отставить. Я тебя спрашиваю, кто ты такой? Мен Кәкімжан Қазбаевтың аға, журналистпін. Дипломым да бар. Журналист? Диплом бар деді. Қайдағы журналист? Сендер журналист емессіңдер. Соғыс біткені 10 жыл өтті. Рахымжанды білмей жүрген, не қылған журналистіңдер? Кто такой? Рахымжан, ты знаешь? Бүгін мен де алғаш рет көрдім. Журналистке көретін көз, сезетін жүрек келді. Сәлем бере келді. Кімнің сәлем бере келгенін білесің бе сен? Это исторический человек. Мен де соғысқа қатыстым. Дивизия басқардым. Атақты момышұлы болдым. Мәскеу түбіндегі шайқаста болдым. 4 жыл небір қырғынның ортасында болдым. Бәрі көз алдымда. Ал бірақ Берлинді алардағы Рейхстагқа ту түгелдегі нағыз қырғын, нағыз сойқын, нағыз соғыс болды. Мәне, сол тозақтың ішінде Рахымжан болды. Как конь, как командир, я отлично понимаю. Сол тозақтан аман шықты. Кім үшін? Мына сен мен үшін. Соғысын қағып бір жүргендердің бақыты үшін. Сол тозақтан аман шығу, это просто чудо. Мына жеңіс деген басымызға берген бақыт, сол Рахымжан, Рахымжандар. Дұрыс айтасыз аға.
саған тапсырма. Мәскеуге барасың, архивтерді ақтарасың, шындықты жазасың. Ақиқат керек. Ақиқат. Ұқтың ғой? Ұғып тұрмын, Бауке. Жоқ, сен ұққан жоқсың. Мен Рахымжанның ерлігін Мәскеу білмей отыр дегенге сенбеймін. Оның айтуынша, болған екеуі ту тіккен күні екеуінде Совет одағы батыр атағына ұсынған. Ал бірақ атақ берілмеді. Неге? Не үшін? Вот сен соны анықтайсың. Егер Рахымжанның орнында басқа біреу болатын болғанда, жеңіс туы мен алғаш шықтым деп төбемізге шығып алар еді. Ал ол болса, 13 жылдан кейін нағыз ерлікті жай бір оқиға ретінде айтып отыр. Міне, ол нағыз батырға тән қасиет. Нағыз батыр атақ қумайды. Олар мына жазушылар сенде жазушылар жазулары керек еді. Түсіндің ғой? Түсіндім, Бауке, түсіндім. Көп енді түсіндім. Рахымжанның өмірбаяны оқы. Рахымжан Қошқарбаев 1924 жылы 19 қазанда Ақмола өңіріндегі Қырыққұдық ауылында дүниеге келген. Айтөбе колхозында балалар үйінде тәрбиеленген. Балқаш қаласында завод-фабрика училищесінде білім алған. 1941 жылы Қосшы ауылында еңбек жолын бастаған. Сарапқадан естен санал, жерді айтсақ жә. Айтыңдар. Есімбек Нұра, елдің құты. Жігіттер, мына қосшының төріне, қосыңды тегіп, жылқы байла, сиырыңды сауып, қойыңды өргізіп, ақтер көктер болып жүргенмен не жетсін шіркен, а? Дұрыс айтасың, соған артық жоқ. Я, мына ақтық шөптен ертерек орып алмасақ, урап кетуі мүмкін. Байқаймын бұйым құрбашылық болатын сияқты көз. Дұрыс айтасың, жауын шашында жоқ биыл. Бұлайдың аяғына дейін жеткізбей, егіннің бәрін орып алу керек болып тұр жігіттер. Я, үлгеруіміз керек. Ой, опырма, я. Мынау болмаса, жастардың жұмысына келген қандай жақсы болған, Ой, жастар кеп жұмысымыз жеңіл деді қайтшы. Қошқарбаевтың баласын айтады. Бірақ мына, өзі бір қарым жігіт. Анасы болса, анасынан көз жасына қалды. Әкесі болса,
Қамыржау ретінде ұсталып дейді. Әй, байқұс балалар, иә? Балалар үйінде өсіп еді. Ал енді қарашы. Қарасам көз тоялықтай жігіт болыпты. Соны айтсаңшы. Ісі неде? Сөз неде? Қолындағы шалғызды айтайын. Шегерме деймін, Өзі еңбекқор жігіт екен. еңбекқор. Орнын тапқан оңалар деген. Ана Қошқарбайдың оты сөнбеген екен ғой, ә? Әй жігіттер, осы Рахымжанды шақырып, бір ән айтқызып, демал болмадық па мына жерде? Шақырсақ, ол да бір тым боласың ба? Шақырыңдар Рахымжанды. Рахымжан! Рахымжан! Бұдан кел! Мен өзіне жатыр. Өзіңнен бір өтініш, бізге бір ән салып берші, тынығып демал болайық сенің әніңе. Қызым жұмыс жасап жатқанда ән айтқаным қалай болады екен, Ештеңе, жұмыс жасап тұрып. Ал өзің бір әнді басташы, біз қосылайық. деген бәрі басын. Алалап талай жердің дәмін татым, Қозғалайдың көлдей табылдақтың гәкку-гәгәй. Айта алмай гәккуімді ешбір адам, Айманақ қоңыр тастай қамырлаттым гәкку-гәгәй. Сені өткенде балқа шықты бір алды. Қайтыс болды демеді ғой. Не дейді? Кім айтты оны саған? Айтқанда, оны мына Сәлім айтқан. Айгүл-ау, Сәлімге жетіп жүрген сен де ақымақсың ғой. Жігіттер, мынау Сәлім, Райгүл үшеуміз балалар үйіне бірге өскенбіз. Сәлім өзі қалжыңбасы ғой. Бұның айтмайтыны, шығармайтыны жоқ еді. Әркісі ғой. Сәлім, сен Рахымжанның суға кеткен рас деп ант сушып едің ғой. Ол да тұрған не бар екен? Қалай не бар? Өтірік айтсам қарғызғансың. Нанды сұм деген сөзің қайда? Енді мен о кезде қалтамның ішінен қолын шығарып тұрған ғой. Солай да ойнаймын. Ой, Райгүл, ренжімеш. Ол түрің жараса атаңмен ойна деген емес па? Ренжімеш, мен сенімен әзілдескенім ғой. Негізінде жігіттер, әңгіме бұлай болған еді. Соны айтсаңшы. Бірде Рахымжан екеуміз училище кезінде Балқаш көліне сырғанақ теууге барғанбыз. Сол кезде сырғанақ теуіп жүрген кезде мұз жарылып кетіп, бір қыз суға батып бара жатты. Содан бәріміз аңдырап тұрып болдық. Ешқайсымыз беттей алмаймыз, қорқып тұрмыз. Әр кезде Рахымжан үстіндегі киімін шешіп тастап, кейін лақтырып жіберіп, суға секіріп, ана қызды құтқарып алып шықты. Мені азамат жігітті көресің ғой. Ей азамат, ана қызды суға түсіп, құтқарып жүргеніне қарағанда сұлу болғаны ғой ә? Солай-ау. Бірақ енді сол әңгімені айналдырып, Райгүлге бүйтіп айтқаным дұрыс па өзің? Қалжыңдас, әзілдесің. Сен мені өлтіре алмай жүр дегенсің. Әй, Рахымжан, досым. Мен негізі Райгүлдің саған деген көңіл бөлгім келді. Білесің ба сен? Аяғыда менсін бүйтіп бір сым айтқанын жүруші еді ғой сені. Сөйтсем оның бекер екен. Мен оны жаңағы сен суға секіріп қызды құтқаруға кетті деген кезде сені де өлді деп айтып едім. Одан боздап егіліп жыласың өлді ғой. Сен сені жақсы көреді екен. Сен
маған шешіп тастадың ғой. Бар, сөйлес. Сапастай. Сен болмасаң, махаббатсыз қалады екенмін ғой, ә? Рахымжан, бұл сөзді қайтесің. Мен әдейі осы жерге Айгүлді ертіп әкелдім. Сөйлестірейді. Сөйлес. Сөз алыс. Айгүл. Қал жағдайың қалай? Қайда жүріп жүрсің? Хал жағдай жақсырақ. Қай төбеде салмышым. О, 2 жыл едәуір уақыт екен. Сен бой жетіпсің. Иә, сен де өзгеріпсің. Әсіресе дауыс. Бұрын ән салғанда дауысың жіңішке естіліп жүрді. Қазір қою қуатты естіледі. Ой, біздікі жай әншейін ғой. Сен қалай? Ән айтып жүрсің бе? Ән салып берген қыз баланың жолы емес қой. Дегенмен, Аққұладағы өнер үйірмесіне қатысып жүрмін. Ол жетекшілері маған Алматыдағы өнер оқуына бар деп кеңес беріп жатыр. Мұның өте жақсы. Өнеріңді шыңдай бергенің дұрыс. Отбасы ошақтасында қалмайды. Өнер жолын таңдағаным өзіме де жақсы шығады. Бәрібір ойда қарайлайтын ешкім жоқ. Ой, Райгүл-ау, неге олай дейсің? Сені ойлайтын мына ел жұрт бар. Мына мен бар. Бас айтасың ба? Екеуміз еңбек етсек, бірге жұмыс жасасақ, қара шаңырақтың отын қайта тұтатсақ деген арман көкейімнен кетпейді. Шүкір, аласапыран күндерді. Бірақ халық жауы болып ұсталып кеткендерден әлі хабар жоқ. Солардың бірі Өсәкен. Қайрат менің әкем, тірі ме, өлі ме? Үмітсіз шайтан демей ме? Әлі ақшаладан құтылып, туған жеріне оралады. Айтқан емессің, Райгүл. Шіркін-ай. Шіркін-ай. Қиял шіркін бар ғой. Науқастарыма ән салам. Жарайсың. Алыстан сенің даусыңды естеймін. Боз үйге сүйеніп. Сен қасың. Сәкен ағаның өлеңінде дәл осыны суреттемеші ме еді? Иә, адамзаттың асылы ол кісінің аты тұрмақ қазір әнінде айтқызбайды. Иә. Бірақ жігіттер, десек те, дүние дәл бүгін төңкеріліп кетсе де Сәкен ағаның бір әнін айтайықшы. Ал сен баста. Басташы. Мен келем тау ішінде күн келеді, аймақты көміреді өлеңдеді. Астымда ақ бозатып сылаңдады, жаутақтан құлмақтарым елеңдеді. Ақылдап менің құларым, шыққан көңіл сыйларым, көректеніп шықтым, қапаның жазды сыйларым. Сүмбіл шаш, қандай сөзің, қандай көзің, білгейсің келмеймін жалғыз өзің. Қандай сөзің, қандай көзің, білгейсің келмеймін жалғыз өзің. Тоқтат кәне. Халық жауының баласы. Басқа айтатын ән таппадың ба? Өлтірікті қанша асырасаң да тауға қарап ойды деген. Сендер кімді меңзеп отырсыңдар? Сталин жолдас. Бүкіл бай бағландарды, ұлтшылдарды түп тамырымен құтпап кетті. Қошқар байдың ішігі. Басқа айтатын ән таппадың ба? Аға, әнде тұрған не бар?
Қалай көр мұнаны? Мен саған әлі түрмеден айтқызам. Мені соттаса соттар, бірақ әнде ешкім соттай алмайды. Сен әкең сияқты шынайы деген екенсің. Сендер тұп тұяқтарыңмен халық жауысыңдар. Үніңді өшірем, күшік. Ақ бозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек керіп шықтым мен, ауаның жазғы шұңқарым. Отанымызға басып берді. Ер азаматтардың бәрін әскери бөлімге әкетіп жатыр. Бізді аттанайық. Жігіттер, бізді аттанайық. Соғыс. Жігіттер. Жоқ. Мен соғысқа жарамайды. Жоқ. Оның үстіне денсаулығым да жарамайды. Жоқ. Аяғымды ауырады. Жоқ. Мен соғысқа жарамайды. Жоқ. Құдай-ау енді қайттық. Сабырмен өршіген жауды өз қанына тұншықтырамыз. Дұрыс айтасың. Совет одағының әскерлері қандай жау келсе де тойтарыс береді. Фашист деген өзі қандай ел өзі? Отанды қорғау әр азаматтың борышы. Мен соғысқа сұранамын. Рахымжан, сен соғысқа кім алайын деп отыр? Қойшы осы сені әзіріңді. Қыздарды да соғысқа алады екен. Қыздарды алатын соғысқа алатындай о жерде сие салатын ферма ма еді? О жер фашист деген сиырымыз ғой. Қойшы сән. Сен қазір түсініп тұрған жоқсың. Топ түсініп тұрған соң, айтшын сен өзің. Мылтық ұстап өлмейтін. Рахымжан екеуміз, ойлашы, екеумізді. Кім соғысқа алады? Кім алады? О жерде бірінші әскерге шақырады. Содан кейін бар, дайындайды. Сосын бар барғандай соғысқа аттандырады. Айдар, сәлем дұрыс айтады. Қару ұстау, ер азаматқа таңдас. Сен одан да өзің қалаған өнер жолын таңда. Қайтадан сәлем досым, баяғы әдетіне басып, Рахымжан оққа шықты десе, сен қалып жылай салып жүрген. Аман бол. Сен аман болшы, Рахымжан. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет
дайындап тұрған лейтенант Бақытжан Қошқарбаев. Еркін тұр. Еркін тұр. Жолдастар, кешегі дембіл үшін болған шайқаста 30 жауынгер опат болды. Олардың есімдері ешқашан ұмытылмайды. Және мәңгі жүрегімізде сақталады. Біз енді Вет мен Родерді жаулап алуымыз керек. Жаулардың жандарын салып, қарсылық көрсетуде. Бірақ Совет әскері жауға қирата соққы беріп, Берлинге қарай жақындап келеміз. Жарайсыңдар. Рядовой Болат. Мен Қарқана малға. құп болады. Рядовой Болат. Кешегі ерлік үшін болған шайқаста Совет одағының 3-ші даңқ дәрежесімен марапатталады. Совет одағына қызмет етемін. Жарайсың, саққа тұр. Құп болады. Взвод, біз бүгін деревняны жаулап алуымыз керек. Бұл маңдағы көпірдің бекіністердің, маңайындағы бекіністердің бәрін талқандап, жолдың бетін қайтаруымыз керек. Себебі бұл маңдағы жалғыз көпір осы. Жолдас капитан, байланыстан майор Төлеутай күтіп тұр. Лейтенант, взвод сенің қарамағында. Құп болады. Рахмет жігіттер халықтарға. Ал жігіттер бәрін жанатындар. Енді келесі ұрыс басталғанша не боламыз? Командир, немістер ұстап алды. Үш-төрт бейбіні неміс әйелін ұстап алып, көпірдің астына өтіп жатқан жерлер. Мұнда алып келді. Болады. Айтпақшы командир, айтайын деген негізі жаңағы маған табылған марапат мына сізге лайық деді ғой. Гриша, бұл марапатқа әрбір соғысқа қатысқан азамат лайық. Бізге марапат маңызды емес, Гриша. Бізге маңыздысы жеңіс. Дұрыс айтасыз. Бізге керек сол жеңіс, командир. Командир, арамызда немістің сен емес. Мыналардың жайын күйін сұрашы. Қай жақтан естеп жүр, жапон әскерлері бар ма? Болады, командир. Неміс әйелдері қандай болады екен? Сөйлесіп көрейікші кәне. Guten Tag! Командир, мыналар әбден шошып қалған ба? Сөйлей алмай тұр. Қорықпаңдар, тиіспейміз деп айтты. Қабандар, дәрізмән, біріккен. Ештеңе білмейміз дейді. Гитлер капут! Гитлер капут! Мынау Гитлер капут деп қояды ғой. Еще как капут. Командамент оған құтында ба? Малдың номер вирус не снут! Командир сұлу жігіт екен дейді. Жай айтам, командир. Біздің кінәміз жоқ, бізге тиіспеңіздер дейді. Фрау Нихт! Фрау Нихт! Біздің кінәміз жоқ, бізге тиіспеңіздер дейді. Жалпы
Командир, неміс әйелдері қалай болады екен? Бұлай жаман емес сияқты, жігіттер! Командир, мынаның аяғында жу бар ма? Кәм түрін көрейікші. Командир, мынаның мұрты бар ғой? Мынау еркек қой, командир! Мұртын алып үлгермей қапты. Еркек болсаң, еркекше жүрмейсің ба? Атсайын ба? Синан, Олыс капитан, тыңдап мына не болып жатыр? немістерді ұстап алдық 3-4 ай келді. Бейбіт тұрғын, ақжалып көтеріп бара жатыр еді. Барынша сұрау қолында. Бекіністің қай жерде орналасқанын біліп алыңдар. Топ болады. Бүгін зор осында деп қана демалу бар. Жақсы. Жолдастар, қымбатты майдандастар, соғыс басталғалы 3 жылдан асты. Жан беріп, жан алысып, отан үшін ерлікке жететіндеріңізге сөзсіз. Айтпақша Қазақстаннан бір топ әншілер келіпті. Әскердің рухын көтеру мақсатында. Онда өнерпаздарды қарсылай. Ал көрсетіңіздер. Ал кіріңіздер. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Ал көрсетіңіздер. Мынау сұрапыл заманда әскердің рухын көтереміз деп келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Қане, өнерлеріңізді тамашалайық. Ал ендеше өнерін тамашалайық. Қалай қарайсыздар? Ертең-ақ Берлинді басып аламыз. 13-ші армияның 20-ші гвардиясы. Мен сол командирім. Бәрекелді, қуаныштымын. Польша астанасынан бірнеше жерде соғыс болды. Ертең-ақ Берлинді басып аламыз. Ауылға аман-есен ораламыз. Атым өшкін, ұлы соғыс. Екеумізді екіге айтып жіберді. Бірақ міне, сенің жаныңда.
Ақылы өткен сауықты күндерді сағындым. Тусаның жұпар иісін сағындым. Арқадағы ақ түтек боранды сағындым. Бәрін сағындым, жігіттер. Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы. Аласа ақ қара көзді жайнайды. Жіңішке қара қасы сызып қойған. Жаңа бір босатан Браво! Молодец! Сіздің мұндай сұлу қызды көрген кезде шыдай алмай өлең оқып кететіңізді білмеппін. Ол сұлу қыздың өзі сияқты сіңілісі жоқ па екен? Мүмкін мен де мына сіз сияқты ақым болып кететін. Ол рахым жәндеген болсын. Батыр, қаһарман, оғыт дейтін жауынгер. Может, я Кощей бессмертный? Өзі қалжыңбас, көріп тұрғандай. Оның да айтпайды, шығармайды жоқ. Оның да әкесі халық жауы деп ұстап алып кеткен. Қиын болған. Айтпақшы, Айгүл, мен әкеммен кездестім. Фрунзе қаласында мені іздеп келіп тұр, Айгүл. Ал жігіттер, ал қыздар жігіттер. Мына сағырсып қосылған қос ғашықтың құрметіне мен вальс қойғызамын. Ал жігіттер, қыздарды биге шақырыңдар. Командир, сүйіктіңізді биге шақырыңыз. Маэстро, мархабат, кеттік ал. Звезд не слышен, невесом слетает желтый лист. Старый вас соседний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуясь басы и словно забытые сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на кров. Под этот вальс в краю родном любимый покров. Под этот вальс ловили мы, а чем мы любимы свет. Под этот вальс грустили мы, когда дороги нет. Сен жеңіспен ораласың. Жоқ! Қош бол! Райгүл! Жоқ! Райгүл! Ұлының Рахымжан. Әке, Я алған. әкешім, әкетайым. Жеттім ал өлтір балам. Рахымжан, ер жетіп кетіпсің ғой. Азаматтапсың құлыным. Әке, әке, Я балам. сенің барлық ел жұрт ұмыта бастады. Мен әлі ұмытқан жоқпын, әке. Әкешім, ұмытқан жоқпын. Саған
бір-екі ауыз сөз айту үшін қаншама жыл іздеп зарығым жетсін ғой болар. Мен халық жау емеспін құлынам. Осы еңсесіңде болсын жалам. Әке, сәді мұғалім мұғаша жерде айтқан әке. Сен жолынан халық жауының баласы емессің. Сенің ата-бабаларың текті болған. Сенің ұрың тенеш болам. Соны біліп қой. Мен халық жау емеспін. Мен сол халық жаулардың жауған. Әке, сені ұстатқан кім? Сені ұстатқан кім, әке? Оны өзбеде әлде жақсы адамдар таbii кім пайдалан. Оны қайтесің. Мені сатқанда өз ауылымыздың Аты жауды кім, әке? Қойайын. Оны қайтесің балам. Мұның да, мына менің де жасым деп қалды. Bir ayağımız жерде, bir ayağımız körde. Onu ертең hakikat айтқан өзі. Неге айтқым келмейді, әке? Неге? Қайтесің ай. Өйткені ағайын мен туыстың арасы суып кетеді. Ағайын суылмасын. Біз араздатсақ та ағайын мен туыстың арасы әрқашасында болсын. Біз бөлек болсақ та ағайын туыс жер жар қанымыз бір. Әке, Екі құлам. біздің отбасының халық жау емес екенін әлі дәлелдеймін. Отанды қалай сүю керектігін әлі дәлелдеймін. Көрсетемін, әке. Рахмет балам. Отан үшін сылсыз жатқанларың емес ғой. Отпен оқтанамын бұл балам. Еліңе жауды жеп, жауды жегіп қайт балам. Жауды жегіп қайт балам. Кілең архивтерден «Бойын дружба», «Новый мир» секілді газет журналдарға шыққан бір қатар материалдар таптым. Солардың барлығында 1941-45 жылы 30 сәуірде Рейхстагқа алғашқы болып жеңіс туын тіккен Рахымжан Қошқарбаев пен Григорий Болатов деп жазылыпты. Ал 1945 жылы 1 мамырда 150-ші дивизияның «Воин Родина» газетіне Василий Субботин дәл сондай мағынада мақала шығарған екен. Василий Субботин Рейхстагқа ту тігілгенін өз көзімен көрген адам. Ал керек десеңіз, дәл сол жылы Нью-Йорк Таймс газетіне осы мақала шыққан екен. Айтпақшы, бір жаңалық бар, соны айтайын. Отставить. Ырылдамай тұра тұр. Между прочим, менің телевизияның газетіне шыққан Тұлтықкен қазақ деген очеркін оғанда үлкен резонанс тудырды. Жұмабек Тәшеневте Қошқарбаевқа Советадағы Батыр атағы неге берілмеді деп Мәскеуде жоғарғы совет президиумында осы вопросты көтерді. Ал бірақ олар өздерін өктемдігіне салып, ойындағылар келмеді. Жұмекең де біздің
мінезді адам қой. Басшылармен келіспей қалса керек. Содан біздің орталық комитетте бұл істі қараудан бас тартты. Жұмекен екеумізді құртып жүрген осы мінез қой. Жаңалығын айт. Бәуке, мына жігіт Берлиннен келіпті. Аты жөні Карл Кокошка. Өзі журналист. Біздің Рахымжанды іздеп бірнеше қалаға барған екен. Ағанадан ұрыстан бастамайсың ба? Енді өзімді айтайын деп жатыр едім. Мал жай. Ол қалағын өзің тілді біле ме? Аздап, орысша сөйлейтіні бар екен. Ал, Карл, сөйле. Здрасте. Я уже давно искал Кошкарбаев. Наконец я его нашел. А зачем искал? Потому что он исторический человек. Кошкарбаев первый флаг поставил Ристахов. Откуда ты знаешь? Доказательства есть? Да, вот. В этом вот письма все написано. Тосын жаңалық болды ғой. Егоровтың кантариясы. Он тоже. Он тоже. Бірақ қалайда Рейхстагқа бүгін жеңіс туын тігуіміз керек. Бұл өте ауыр операция. Бұл жауынгерлік міндетті атқару оңай емес. Мен барамын. Жарайсың, Рахымжан. Біздің де ұйғанымыз осы. Кеше ғана опат болған майор Қыбырдахмет сені қараған болатын. Мынау біздің 150-ші дивизия, 674-ші полк, 2-ші батальонға тапсырылған ту. Рейхстагқа саған жүктеледі. Жауынгерлік тапсырманы орындауға рұқсат. Совет одағына қызмет етемін. Көп болады. Гриша, я командир. Айсидама, Степан, Василий. Айсидама! Васильев нет болды! Васильевті таппай кетті, командир! Василий! Қош бол, Василий!
жауапты жөніміз жазамыз. Командир табылған ақыл екен. Алда жалда екеуміз беріп болып кетсек. Ең құрғанда туды атымыз қалады, командир. Туды атымыз емес. Рейстаққа туды тігуіміз керек, Гриша. Дұрыс айтасыз, командир. Командир, анау Рейстақта туған біздің туды көрсе, Гитлердің жүрегі жарылып кететін шығар. Олар бізді түрмеге қарап шығар. Иә, дұрыс айтасыз, командир. Жаздыңыз ба? Жаздым. Дайынсыз ба? Дайынмын. Ал жігіттер, алға! Артиллерия атқылай бастағанда, Гриша, Рейстаққа туды тігуіміз керек. Сайысыз ба? Сәл қалды, Гриша. Командир, мынау тұрған 300 метр жерге 7 сағат болды, әлі жете алмай келеміз. Ендігі біздікілер өлді деп ойлап жатқан шығар. Иә, өлді деп отқан шығар. Немістер де жан бермей жатыр. Дайынсыз ба, командир? Командир, оңай дейсіз ба, Гриша? Дайынмын. Алға! Гриша, сен шық. Командир, туды сіз тігіңіз. Жоқ. Гриша, бұл бұйрық. Жоқ, командир. Бұйрық, Гриша. Көп болады, туды беріңіз. Алға, жігіттер, алға! Әділдікті мойындау, адал адамның сүресі бе? Ауылжан Момышев жолдас. Ачай! Момышев емес. Момышұлы. Кешіріңіз, жолдас Момышұлы. Бірақ біз бұл істі қайта қарай алмаймыз. Өйткені бізде әскери комиссариатта мүлдем басқа мәліметтер бар. Өтіріктің балтысы өмір сүргенше, шындықтың өңгісі өлген артық. Қошқарбаев пен Булатовтың алғашқы жеңістің тіккен туралы қаншама керек мәліметтер бар. Солай бола тұрса да, оларға Совет одағы атағы неге берілмейді? Анкетасы. Қазір не кедергі оған? Анкетасы дұрыс емес. Ерліктен асқан анкеті қандай анкеті керек? Батырды бастаған батыр болады. Қошқарбаевты қаһарман қылған ол намыс. Намысты аңға жақпа. Өке, сабыр етіңіз. Өкіл жолдас, бұл жайында 100-ге жуық мақала бар емес пе? Олар есін. Опасызда отан жоқ. Қошқарбаев отан үшін отқа түскен адам. Өкіл жолдас, жақында Бауыржан Момышұлы, Ғабит Мүсірепов, Ғабиде Мұстафин сынды бірқатар азаматтар орталыққа хат жолдаған болатын. Рахымжан Қошқарбайұлына
Совет одағының батырын атағын алып беруді Қонаев жолдаста қолдап отыр. Қайталап айтам, Қошқарбаевқа ешқандай атақ берілмейді. Неге? Өйткені ол халық жауының баласы. Сен неге оқып көрсің? Рас. Оның әкесі халық жауы болған. Оны басқа білмесе де, мына мен білемін. Сондықтан ол да халық жауының баласы. Тарихты ешқашан қайта жазбайды. Ей аңсыз! Елін сүймеген, оны құрметтемеген, ол сатқындықтың ісі. Кәкімжан, Тыңдап тұрмын, Бәуке. ел тәуелсіздігін алмай, ақиқат қайтылмай. Аманатқа қиянат жасамаған халық. Мен Бәукеңнің аманатына адалмын. Бірақ оны орындай алармын ба? Уақыт көрсетер. Болашақ сендердікі. Ұлтын сүю, оны мақтаныш етпеу, сатқындықтың белгісі деді Бәуке. Ұлтын сүю ұрпаққа аманат. Тарих куә. Рахымжан Қошқарбаев Рейхстагқа алғашқы болып жеңіс туын тіккен тарихи қаһарман. Отан алдындағы парызын абыроймен, әкесіне берген уәдесін ерлікпен орындады.